Пюреміздің дәмі ерекше дәмді болып шығу үшін бірнеше ережелерді ұстаймыз. Яғни қайнаған суға пісіреміз пюремізді. Сол кезде сіздердің картоптарыңыздың дәмі жоғалмайды. Мінекей толық салдық, енді қайнатып пісіреміз. Мінекей біздің картопымыз пісті. Судың барлығын төкпейміз. Астында 1 сантиметрдей су қалдырамыз. Майымызды салып, енді езіп аламыз. Майымызды тоже көп салуға да болмайды. Енді езіп аламыз. Езіп болғаннан кейін тұз саламыз. Араластырып, енді үстіне кішкене ыстық сүт құйсаңыздар болады, қаймақ салсаңыздар болады. Мен кішкене ғана сүт құйдым. Енді миксерлейміз. 2-3 секунд миксерлейміз. Мінекей осындай әдемі, нәзік болып шығады. Мінекей дайын болды. Пюреңіздің дәмі ерекше әдемі болып шыққанын қалайтын болсаңыз, осы ережелерді ұстап, жасап көріңіз. Сізге ұнайды деген ойдамын. Дәмі енді өте күшті болып тұрады. Осылай ұсынай бересіз.